жатса, онда сен бақытты адамсың да. Басқа нәрсені армандамай-ақ қой. Шіркін балаң сенімен бірге намазға құлап жатса, еңкейіп томпайып аузын бұртиып Алла, Алла деп. Қызың басына қисайды тағып, орамалын тағып, ол жүрсе шешесімен намаз оқып жатса, әйелің саған дәрет суында азаңдап бірге сен біресе намазға оятасың, таң намаз, ол сені оятып жатқан болатын болса, сенің әке шешең намаз оқып жүрген кісілер болатын болса, сен бақытты адамсың да, басқа ештеңе сұрамай-ақ қойшы осы. Сен бақытты адамсың. Бір бауырымыз машинамен келе жатырмыз дейді. Егер Құран аятын көрсеңіздер, Құран аятындар бәрінде пайғамбарлар әке шешесін уағыздаумен, бала шағасын уағыздаумен өткен да. Аллахтан бала сұраңда, Рабби хабли минас солихин, Алла ізгілерден бала бер деп өтетін. Лұқман жаңағы келетіндей Ибрахим пайғамбар өз әкесін я абати деп, ей әкешім менің, ла та'буди шайтан, шайтанға құлшылық қылма, Аллахқа құлшылық қылшы, күнә қылмашы, сен үшін қорқам, Аллахтан азап келе ма деп әкесін уағыздаумен өткен адамдар. Сол үшін біз осыны білуіміз керек. Бір бауырымыз машинада келе жатқан едім дейді, ойымда ештеңе жоқ дейді, қасында қызым отырған дейді, кішкентай ғана қызым, өзінше ойнап отырған дейді, сұмырақ айтты дейді, папа деп айтты дейді, ау деп айттым дейді, үндеген жоқ дейді. Сосын қайтадан папа деп айтты дейді, ау деп айттым дейді. Сен білесің ба деп айтты дейді. Иә, не болып қалды? Егер сен өліп қалсаң ғой деп айтты дейді. Кішкентай бір қызық болып қалды дейді. Сосын ыңғайсың, иә, не болып өліп қалсам? Егер сен өліп қалсаң бар ғой деп айтты дейді. Иә деп айттым дейді. Қорықпа, мен нағыз мұсылманка болып өмір сүремін деп айтты дейді. Субханалла. Аллах аузына салғызып тұр да. Шіркін, сен өмірден өтсең де бала шағаң мұсылман болса, онда ол бала шаға сенің бала шағаң, өйткені жәннатта сенімен бірге болады. Егер ол сенімен бірге болмаса, бұл дүниедегі қасыңда 5 минут болғаннан не пайда, егер ол дозақта мәңгілікке жанатын болса. Сол үшін шынымен де біздің қасымыз, алдымызда, артымызда, жанымызда жүрген кісілердің де Аллах дінге келуін нәсіп етсін. Және біздің әке-шешемізге бағыштайтын сауабымыз бару үшін біз өзіміз ізгі болуымыз керек екен. Пайғамбар айтты, пайғамбардан миың артық болып тұрма. Пайғамбардан миың артық болып тұрма. Сондықтан біз осы нәрселерді әрқашан есте сақтауымыз керек екен. Келесі хадис тура осының мағынасында. Келесі хадисті оқыған кезде бір нәрсені байқайсыздар. Осы нәрсені сіздерге түсіндіріп кетейін. Осы кезде айтыр басымызда 5 хадис, жүрегімізде 4 аят болады да, сөйтіп жер бетін бәрін шулатып жіберетін әдетіміз бар. Арабтың мақалы бар, арабатул фар аксар жалабатан дейді. Бос арбаның шуылдағы көп дейді. Білмейтін нәрсені білмейін деп айтқан ол білімнің белгісі да негізі. Келесі хадис. Мына хадисте қанша нәрсе барады деді өлгенге? 3 нәрседен өлген адам пайда көреді деді. Онда келесі хадисті көрейік. Бұл хадисті Шейх Албани, бұл мұхаддис болған, хадис ілімінің өте шебері. Иншалла келешекте біздің бауырларымыздан да сол хадис іліміне ұмтылғандар шықсын деп армандаймыз, тілейміз иншалла. Өте бір шыменді осы елімізге, жұртымызға дінді шынайы, шын жүремен үйрететін, Құран мен хадисті терең білген, соңының соңына түсіп, соның дұрысын жеткізетін бауырларымыздың қатарын Аллах көбейтсін. Өйткені біз қазір Құранға үйрететін адамға да мұқтажбыз, хадис үйрететін адамға мұқтажбыз, фиқ үйрететін адамға мұқтажбыз, ақиданды үйрететін адамдарға мұқтажбыз, иншалла. Сол Албани мұхаддис ғалым бұл хадисті жақсы хадистердің қатарына кіргізіпті. Ол хадисте айтады: "Саб'ун яджри лил абди", 7 нәрсе бар. Ол дейді сауабы құлға барады дейді. "Уа фи қабрихи баъда маутихи", ол өліп қабірге түскен болса да дейді. 7 болып кетті. Енді осы жерде хадис білмейтін біреу болатын болса айту мүмкін да. Анада 3, мынада 7, бірінде қарама-қайшы келіп тұрды, бір хадис жоққа шығару мүмкін, білімсіздігінен. Ал хадиске ойланып көрейік. Бұда не 7, о жақта не 3 екен. "Саб'ун яджри лил абди ажрухуна ва хуа фи қабрихи баъда маутихи", 7 нәрсе бар, ол дейді құлға сауабы барып тұрады, ол өлсе де, өліп қабірде жатқан болса да дейді. Біріншісі, ман аллама илман, кім бір ілім үйретіп кетсе, Құран, хадис па үйретіп кетсе. Екінші, ау ажран нахран, болмаса бір өзен ағызса, келтіріп елге пайдасын көрсетсе. Ау хафара биран, құдық қазса, елдің шөлін қандырса. Ау ғараса нахлан, болмаса бір құрма ағашын екіп кеткен болатын болса. Ау бана масжидан, немесе мешіт соққан болатын болса. Ау варраса мусахафан, болмаса Құранды мирас қылып қалдырған болатын болса. Ау тарака валадан ястағфиру лаху, болмаса артында бала қалдырыпты, ол оған кешірім сұрап отырады екен. Артында қалып әкесіне баъда маутихи, ол өлгеннен кейін. Осы 7 нәрсе өлгенге пайдасын береді дейді. Бірақ бұл хадис негізі, хадис ілімінің өзінің тәртіптері бар. 2 хадис келсе, екеуінің мағынасы бір-біріне қарама-қайшы болып қалса, бірінші нәрсе жамъун дейді, арасын біріктіру керек.
Екі хадисті біріктіру. Одан кейін кете береді тәртіптер, өздерінің тәртібіне байланысты, мұхаддистер бұны тереңірек біледі. Одан кейін олар біріне қарама-қайшы келіп тұратын болса біріктіру. Болмаса егер мағынасы бірікпейтін болатын болса, қайсы сахих, қайсы заиф, соны қарау. Ондай болатын болса, қайсы бірінші айтты, қайсы екінші айтты, оны қарау. Қайсы сөзбен келді, қайсы іспен келді, оны қарау. Осы хадистің тәртіптері бар. Соған қарап отырып біз хадистерді ажыратады екенбіз. Ал бұл хадисті кез келген екі хадис бір-біріне қарама-қайшы болатын болса, оның арасын біріктіру деген тәртіп бар. Бұл екі хадис бір-біріне біріктіріп тұрған хадис. Қарама-қайшы хадис емес. Бұл хадис бірін-бірін шарықтаушы, бірін-бірін тәпсірлеуші хадистер. Бұл жерде біз жоғары хадисте садақатын жариятын деп айта салдық. Жария садақадан өлген пайда көреді деп. А мына хадис сол жария садақаны бізге шарықтап тәпсірлейді. Ол не нәрсе? Садақа жария сауабы бар тұратын деңізде. Ол айтып жатыр: Аджран нахран, өзен ақса, хафара би'ран, құдық қасып кеткен болса, бана масжидан, меш соқса, ғараса нахлан, тал ексе деп айтып отыр. Яғни міне садақа жарияны бізге түсіндіріп жатыр да. Бұл садақа жарияны шарықтап жатыр. Біріне қарсы шығып жатқан жоқ. Бізге үйретіп жатыр садақа жария деген не екен, тәпсірлеп беріп жатыр. Енді осы хадиске тоқталып өтейік. 7 нәрсе дейді. 7 нәрсе өлгенге сауабы барады. Ол фи қабрихи, қабірде жатқан кезінде, баъда маути, өлгеннен кейін дейді да. Естеріңіз, қабірде жатқан кезде ғана біз сауап бағыштау мәселені айтамыз. Ертең бәріміз өліп қалсақ, біз ол жағын ойламай қойсақ болады. Қияметтің күні болған кезде оған ешкім сауап бағыштай алмайды. Қабірде жатқан кезде ғана сауап. Сол кезде ғана біз бағыштап қалуымыз мүмкін. Сол кезде ізгілік не мүмкін. Ертең бәріміз қияметте өлсек, ол кезде бағыштау мүмкіндігіміз жоқ. Бірінші аллама илман, кім ілім үйретсе дейді. Негізі ілім шариғатта өте көп айтылған. Сіздерге айтатын өсиетім де сол. Ілімге құштар болыңыздар, оқыңыздар, үйреніңіздер, үйретіңіздер, ұмтылыңыздар, кітапқа, Құранға, пайғамбардың өсиетіне ұмтылыңыздар. Бұл нәрсе сіздердің сауаттарыңызды арттырады. Мұсылман адамның оның айтқанда ойлау жүйесі кеңірек болу керек. Мұсылманның өмірі туалет пен мешіттің арасында өтіп кететін адам емес. Ол бұл дүниенің де, ақыреттің де, дүниенің тірлігін де, діннің тірлігін де білетін адам. Өйткені Құран соның бәрін үйретеді. Кей кезде бір адамдардың 60-қа келіп үйрене алмай жүргенін Құран 6 күнде үйретіп тастайды. Егер біз соған шын ықылас көңіл бұра алатын болсақ. Сонда өйткені Құран бүкіл нәрсе айтқан, бұл айтады, бірінші аллама илман, ілім үйрету. Ілімге байланысты өте көп. Мына нәрсенің өзі бізге жеткілікті. Хаттал хитани фил бахар деп келетін хадисте мысалға. Кімде-кім ілім іздесе, теңіздегі балыққа дейін сол адамға кешірім сұрайды де, Алла кешір сосын күнәсін деп. Субханалла. Егер сен Аллахтың разылығы үшін іздеп жүрсең, Аллахтың разылығы үшін Құран жаттасаң, Аллахтың разылығы үшін хадис үйренсең, бірақ біреумен дауласып, тәкаппарлап, ананың бытшын шығарайын, бір мансапқа жетейін деген мақсатта емес. Аллахтың разылығы үшін жүрсең, онда теңіздегі балыққа дейін саған кешірім сұрайды. Ал теңіздегі балықтың санын білесіңдер ме сіздер? Әлі оны зерттеушілер де білмейді. Өйткені теңіз мұхит зерттеліп бітпеген нәрсе. Теңіз мұхит құрлықтан көп нәрсе. Соның ішіндегі балықтарға дейін кешірім сұрайды дейді да, субханалла. Соған дейін. Өйткені сол ілім дінді жеткізетін. Ілім тек қана пайдалы береді. Ал сол дұрыс ілімді үйреніп тұрсыңыздар. Дұрыс ілім дегеніміз сені күнәдан қашырып сауапқа ұмтылады. Егер қайсы бір ілім сені күнәдан қашырып сауапқа ұмтылдырмаса, ол дұрыс ілім емес дейді. Дұрыс ілім арадағы мұсылмандылықтың бауырмашылықты күшейтеді. Сен мұсылман бауырыңды жақсы көресің. Сол мұсылман бауырыңды кешірімшіл боласың. Ашуланып қалсаң 3 күннен артық ашуың жүрмейді. Оған түнірсің дұға қыласың. Мұсылманды Аллах үшін сүйе бастайсың. Ол дұрыс ілім. Бірақ мұсылман арасында жік салсаң, өсек тарататын болсаң, ғайбат сөйлейтін болсаң, мұсылмандарды бөлмен алсаң, ол бұрыс ілім. Онда дұрыс ілім емес. Сондықтан біріншісі ілім үйретіп кетсе, ол өлгеннен кейін де өзіне пайда береді. Екінші, кім өзен ағызса, бұрын кезінде өзен ағызатын, ауылға алып келетін, қалаға алып келетін, қазір ондай заман емес. Қазір кезде сен айтайық, бір жетім, бір бейшара мүсәпір әйел кісі бар екен, оның үйінде жағдай жоқ екен, бала шағасы көп, суды даладан тасиды екен. Сен бір ақшаңды алдың да, соның үйіне кіргізіп бердің де жаңағы трубаменен. Бұл да соның ішіне кіре береді. Соның үйіне кіргізіп бердің. Сен оның үйіне бардың да аристон қойып бердің. Міне жыл сумен де бала шағаның жаңағы айтыр, палзун күйін жуып жүрші деп. Бұл да соның ішіне кіріп кетеді. Бұл тек қана өзен емес. Сонымен хафра би'ран, жаңағы кім оған су құдық қасып берсе дейді, біреуге жаңағы су апарып берсең де, оған жаңағы айтайық, үйінде общий суын алатын еді. Бұл осы бала шағасы көп екен, таза су ішсін дедің де, сен жаңағы үйдің несіне ана су тазалайтын аппараттар болушы еді ғой. Соның умвальнигіне фильтр апарып қойып бердің. Сен оған құдық қасып бергендей сауап аласың да. Бұл сен өлгенше, өліп қалсаң да сол фильтр бұзылып қалмайынша саған сауап барады да тұрады.